Ұлттық университетінің физика факультетін бітіргеннен кейін болашақ бағдарламасы бойынша Ирландияға мен оқуға келдім. Бұнда Тринити колледж Дублин университетінің материалдар мамандығы бойынша 4 жылға докторантураға бұнда оқуға келдім. Енді иншалла бұны бітіргеннен кейін Қазақстанға оралып, бұнда алған білімді елімнің дамуына өз үлесін қоссам деймін. Білімді жастар Қазақстан болашағы үшін өте маңызды. Физика мамандығы бойынша Қазақ ұлттық университетін бітіргеннен кейін болашақ бағдарламасы арқылы Ирландия мемлекетіндегі жетекші университет Тринити колледж Дублиннің физика мектебіне PhD докторанты ретінде 2010 жылы қабылдандым. Қазір ғылыми жетекшім профессор Игорь Швецтің қарамағында наноэлектроника саласы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысудамын. Бітіргеннен кейін отаныма оралып, алған білімім мен жинаған тәжірибемді елімнің экономикасы мен ғылымының одан әрі дамуына жұмсамақпын. Өткен жылы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетін бітіргеннен кейін болашақ стипендиясы арқылы осы жердегі Тринити колледж Дублин университетіне келдім. Қазір осы жерде PhD докторантура бойынша білім алып жатырмын. Менің зерттеу тақырыбым наноэлектроника. Осы салаға маған профессор Игорь Швец жетекшілік етеді. Осында келгеніме өте қуаныштамын. Енді оқу біткен соң Қазақстанға қайтып, Казахстан ғылым дамуына өз үлесімді қоссам деймін. В 2010 году я закончил физический факультет Казахского национального университета имени Аль-Фараби. И в том же году я поступил в Тринити колледж университет Дублина в Ирландии по международной программе «Болашақ». В данный момент я учусь в этом университете и учусь на PhD докторанта под руководством профессора Джона Доннигана в группе оптоэлектроники. После окончания своей учебы я собираюсь вернуться в свою страну и вложить свой вклад в развитие отечественной науки, а также в области оптоэлектроники. Ирландияның барлық қалаларынан көне тарихи ескерткіштері мен көптеген әсем саябақтарын табуымызға болады. Дублин қаласына келетін болсақ, бұл қала теңіз жағасында орналасқан. Қысы суық емес, жазы ыстық емес. Сондықтан да Ирландияның өзіне тән табиғат ерекшеліктер мен тарихи ескерткіштері маған өте үлкен әсер қалдырды. Ирландия мемлекетіне келместен бұрын біздің білетініміз Ирландияны батыс Еуропадағы өте кіші мемлекеттер ретінде білетінмін. Бірақ бұнда мен келген кезде ең алғашында көптеген жағдайлар мені таң қалдырды. Солардың бірі Ирландия халқы мен Дублин қаласы болып келеді. Әсіресе халқына келетін болсақ, бұл жерде Ирландия халқы әрқашанда көмектесуге дайын, кішіпейілі және көңілді болып келеді. Ал Дублинге келетін болсақ, бұнда халық өте тығыз орналасқан, және де көптеген мемлекеттердің халқын Дублин көшесінде көруге болады. Бұл Тринити колледж Дублин Еуропадағы ең әйгілі және тарихи университеттердің бірі болып саналады. Бұл университетте ғылыми зерттеулерге арналған заманауи зерттеу орталықтары бар. Әлемде материалдар ғылыми зерттеу саласы бойынша 8-ші орында тұратын кран деп аталатын нанотехнологияны зерттеу орталығы осында орналасқан. Біз қазір осы зерттеу орталығында ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Моя исследовательская работа заключается в экспериментальных исследованиях полупроводниковых лазеров, точнее настраиваемых полупроводниковых лазеров на принципе вытравливания щелей. Основной целью моей работы является достичь уменьшения размеров чипов, а также их стоимости. Біз қазір ультра жоғары вакуумда қатпарлы нанобеттерде металл атомдарын өсіріп наносымдар мен нанобөлшектерді жасап жатырмыз. Бұл техника атлас деп аталады. Ағылшын тілінде atomic terrace low angle shadowing. Бұл техника наноэлектроникалық құралдарды жасаудағы таптырмас техникалардың бірі. Сонымен қатар жоғары дәрежедегі микроскоптар, солардың ішінде скандайтын электронды микроскоп, электрон тасымалдайтын микроскоп және атомды күштік микроскоптардың көмегімен беттік және құрылымдық қасиеттерін зерттейміз. Мен зерттеу тақырыбына байланысты жұмыстарды молекулалық сәулелік эпитаксия қондырғысы арқылы өсіремін.
Бұл қондырғы жоғары энергиялық электрондық дифракция шашыратқыш құралымен жабдықталған. Бұл құрылғы арқылы нано қабаттардың өсуін бақылаймыз. Сонымен қатар рентгендік дифракциялық қондырғысы арқылы қабаттың кристалдық құрылымы мен қасиеттерін зерттей аламыз. Зерттеп жатқан үлгінің физикалық қасиеттерін өлшейтін жүйе арқылы зерттейміз. Мұнда менің зерттеуіме қажетті бүкіл мүмкіндіктер жасалған. Мен профессор Игорь Швецтің лабораториясында сканерлейтін туннельді микроскоппен немесе қысқаша STM-мен зерттеу жүргізіп жатырмын. Маған STM-нің 3 түрі қолжетімді. Екеуі біздің лабораторияда жасалынған, ал біреуі Германиядан әкелінген. Әрбір STM ультра жоғарғы вакууммен, төменгі энергиялы электронды дифракциямен және ОЖ электрондық спектроскопия мүмкіндіктерімен жабдықталған. Игорь Швецтің тобы дүниежүзі бойынша ең алдыңғы қатарлы STM топтарының бірі болып саналады. Менің ойымша, бұл Trinity College Dublin университетінен студенттердің ғылыми зерттеу жағында білім алғандары өте дұрыс деп ойлаймын. Trinity College Dublin университетінің нанотехнологиялық ғылыми зерттеу орталығы әлемнің кез келген зерттеу орталығынан артық болмаса кем емес. Trinity College Dublin университетіне келушілерге айтарым, бұнда білімге деген талап өте жоғары, бірақ ғылыми зерттеумен айналысу өте қызықты.